Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Өндірістік санитария пәні 11-ші тақырып лазерлік және иондаушы сәулелер. Бұл дәріс қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығына арналған. Лазерлік сәуле бұл бағытталған монохроматты және жоғары энергиялы жарық ағыны. Иондаушы сәуле зат атомдарымен иондай алатын жоғары энергиялы сәулелену. Қолдану салалары: лазер, металл кесу және дәнекерлеу аймағында, медицина және электроникада жиі кездеседі. Иондаушы сәулелер: медицина, ядролық энергетика, сонымен қатар дефектоскопияда жиі қолданылады. Лазерлік сәуленің ерекшелігі: лазерлік сәулелер жоғары монохроматымен қатар бағытталған және қуаттылықтың тығыздығы жоғары тығыздығына байланысты болып келеді. Бұл қасиеттер сәуленің аз ғана аймаққа фокусталуына, жоғарғы энергия беруіне және медицинада, техникада дәлдікпен әсер етуіне мүмкіндік береді. Лазерлік сәуленің басты ерекшеліктері: яғни лазер шығаратын жоғары толқынның ұзындығы өте тар диапазонда болады. Яғни сәуле бір ғана түсте болып келеді. Келесі: когеренттілік, жоғары толқындардың кеңістікте және уақыттағы фазаларының үйлесімділігі мен сәйкестілігі. Келесі: жоғары бағыттылық. Лазер сәуле өте тар шоғыр болып тарайды. Бұл оның ұзақ қашықтықта шашырамай жетуін қамтамасыз етеді. Жоғары қуаттылық. Сәулелену энергиясының өте аз ауданға фокусталуы арқылы жоғары температура тудырып, материалдарды кесуге, тесуге немесе тінге әсер етуге мүмкіндік береді. Лазерлік сәулелену қауіптілік дәрежесі бойынша келесі кластарға бөлінеді. Бірінші класс қауіпсіз, екінші класс аз қауіпті, үшінші орта қауіптілік, төртінші қауіпті, бесінші қауіптілігі жоғары. Иондаушы сәулелердің ерекшелігі: көзге көрінбейді, жоғары өтімділігі болады, жасушалық деңгейде әсер етеді, дозаға тәуелді әсер береді. Адам ағзасының әсері: лазерлік сәулелену көздің тор қабығын зақымдайды, күйік әсер береді. Иондаушы сәулелер сәулелік ауру туғызады, қатерлі ісікке әкеледі, сонымен қатар генетикалық өзгерістер енгізеді. Сәулеленуді нормалау: ол үшін шекті рұқсат етілген дозалар пайдаланылады, уақыт қашықтық экрандау принциптері жүргізіледі, сонымен қатар радиологиялық бақылау қадағаланады. Қорғану шаралары: қорғаныс көзілдірігі және сонымен қатар экрандау жұмыстары жүргізіледі. Иондаушы сәуледен қалқандар, арнайы киімдер, дозиметрлер қолданылады. Лазерлік және иондаушы сәулелер жоғары қауіпті өндірістік факторлар болып табылады. Бұларды дұрыс бақылау және қорғану шаралары еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Назарыңызға рахмет.